Ауылда бұл отбасы ең үлгілі отбасылардың қатарында болатын. Барлық салт дәстүр сақталған, адам баласының мінсіз өмір жолы қандай болу керек болса, бұл отбасындағылардың өмірі сондай мінсіз болатын. Алайда деген сәт болмайтын. Арман мен Құралай бір-бірін мектеп кезінен танитын. Бір сыныпта оқып, мектепті тамамдады. Мектеп бітіргеннен соң Арман отан алдындағы борышын өтеуге әскерге кетіп, ал Құралай болса, оны күтумен болды. Әскерден оралғаннан соң Арман Құралайды үйіне келін етіп түсірді. Арманның әкесі бірнеше жыл бұрын қайтыс болған болатын. Үйде жалғыз анасы қалған еді. Анасы баласының келіншек алып келгеніне қатты қуанды. Құралайды өз қызындай қабылдады. Құралайды анасынан ерте айырылған еді. Алайда Арманның анасы оған ене емес туған анасындай бола білді. Үшеуі өте тату тәтті тұрып жатты. Арман әйелін ренжіткен емес. Ішімдік ішпейтін, темекі де тартпайтын. Қол көтермек түгілі, дауыста көтермейтін. Ауылда егістік алқабында қызмет ететін. Ал Құралай ауылдық әкімдікте хатшылық қызмет атқаратын, алайда тұрмыс құрған соң ол жұмысына шығып кетті. Үйленгендеріне 1 жыл болғанда Арман мен Құралайдың тұңғыш балалары Сезім дүниеге келді. Айдай сұлу қыздарының артынан көп ұзамай араға 2 жыл салып ұлдары Мержан дүниеге келді. Бақытты отбасында ауылда сиыр ұстап, қой бағып, бау-бақша егіп берекелі тұрып жатты. Арман кейде жұмыс бабымен қалаға барып тұратын. Сол кезде балаларға ойыншық, әйеліне әдемі көйлек, дәне анасына да базарлық ала келетін. Құралайға барлық құрбылары қызыға қарайтын. Құралай, сенің жолың болыпты. Қандай күшті жігітті қағып алғансың. Ішпейді, темекі тартпайды, сені сыйлайды. Ұрыс керісті мүлдем көрмейсіңдер. Деп қызыққандарын жасырмай айтып та отыратын. Осылай тыныш, берекелі тағы 2 жыл өтті. Өмірлері тыныш өз кезегімен өтіп жатты. Тек Құралай ғана Арманның соңғы кездері өзгеріп кеткенін байқады. Арман бұрындары жұмыстан келе сала балалармен ойнап отыратын. Бірге кешкі ас ішіп алған соң бірге балаларды ұйықтатып, содан кейін Құралай екеуі оңаша шай ішіп, жұмыстағы болған уақиғаларды айтып, болашаққа жоспар құрып, мәре сәре болып екеуден екеу бірақ отыратын. Қолы босай қалса, бос уақытын балаларға арнап үй ішіне көмектесетін. Ал қазір Арман өзгерген. Жұмыстан келе сала телефонында отырады. Кешкі асын үнсіз ішіп алып сыртқа шығып кетеді. Достарына, ағасына жиі баратын болған. Құралай Арманмен ашық сөйлесейін десе, ондай бір алып бара жатқан ештеңе жоқ секілді. Алайда Құралайдың жаны тыныш емес еді. Іші бірдемені сезетін. Бірақ бұның бәрін ол Арманға түсіндіре алмайтынын жақсы білді. Бір күні жергілікті дүкеннің бір бөлігінен қаладан әкеліп, арзан бағада мата сататын болды. Соған ауылдың тігінші әйелдері, киімді тіртіруді жоспарлап жүрген әйелдері сол дүкеннің алдына жиналып қалды. Арзан бағада болғасын тез бітіп қалар деген қорқынышпен Құралай да ашылар-ашылмастан барып дүкеннің алдында тосты. Сол кезде ол өзінің ауылдас құрбыларын кезіктіріп, әңгіме дүкен құрып кетті. Бірақ сол сәтте оған кейбір ауыл тұрғындары миығынан күліп қараса, кейбіреуі аяушылықпен қарап тұрғандай сезілді. Не болып жатқанын, не үшін ауыл тұрғындары бұлай Құралайға қарап тұрғандарын түсінбей әлек. Ақыры шыдамы мен төзімі таусылған Құралай бір құрбысын бөлек шығарып алып, одан мән-жайды сұрады. Не болып жатыр? Неге ауыл тұрғындары маған бір түрлі қарап жатыр? Құралай, сен өтірік білмеген сынай танытпашы. Ауылдың бәрі біледі ғой. Нені? Мен нені білмеймін. Сенің алтын күйеуің ауылдағы Сарамен жүретінін. Күнде кешке соның үйінен шықпайды. Ауылда бәр көріп біліп жүр ғой. Қалайша сен білмейсің? Мысалы, әр кеш Арман қайда болып жүр деп ойлайсың. Кеше ол ағасының үйінде болды, алдыңғы күні кешке достармен Моншаға барды. Иә, Моншаға барғаны рас. Бірақ жігіттермен емес Сарамен барды. Құралайдың аузына құм құйылып, не айтарын да білмей қалды. Үнсіз ғана үйіне қарай жөнелді. Мата да дүкенде жөнінде қалды. Үйге келгенше өз-өзін әрең ұстап келді. Үйге кіре сала есікті қатты бекітіп, табалдырыққа отыра қалып, еңіреп жылап жіберді. Балаларын шошып кетіп, жүгіріп аналарының жанына келді. Оны құшақтап, басынан сипалай берді. Ас үйден енесі шығып, ол да шошып кетті. Құралай, не болды?
Аманшылық па? Біреу қайтыс болды ма? Қайтыс болғаны жақсы еді, апа, одан да. Деп Құралай тағы өкіріп жылап жіберді. Балаларды далаға ойнауға жіберіп, енесі мен келіні асықпай шер тарқатты. Болған уақиғаны естіп, енесі қатты таң қалды. Ашуға булығып, жұдырығын түйді. Бір кезде Арманда жұмыстан келді. Үйге кіріп келген бойда анасы мен келіншегінің түріне қарап, олардың да құлағына жеткенін түсінді. Құралай, сен барлығын білетін сияқтысың ғой. Өзім де саған айтқым келіп жүрген еді. Ретімен сәті түспей жүрген. Естігендерің рас, мен Сараны жақсы көріп қалдым. Екеуміз ажырасайық. Сен әке шешімің үйіне бар. Мен Сараны осы үйге келін қылып алып келемін. Уайымдама, мен балаларға көмектесіп тұрамын. Оларды ешқашан қалдырмаймын деп сөзін аяқтайын деп жатқанда, ас бөлмесінен анасы шығып сөзге араласты. Мә, мына қара. Бұйрық беріп барлығын шешіп қойыпты ғой. Кім айтты саған мен Сараны осы үйге келін етіп қабылдайды деп? Екі немерем мен Құралайды сол бір қыз үшін тентіретіп жіберуім керек па? Қой, қарағым, мен Құралайды да екі немесіремді де ешқайда жібермеймін. Кетесің бе, өзің кет. Ал Құралай ешқайда кетпейді деп анасы кесіп айтты. Анасының тік мінезін, қабылдаған шешімін ешқашан өзгертпейтін адам екенін Арман жақсы білетін. Сол себепті Арман анасына тіл қатпастан заттарын жинай бастады. Заттарын жинап, тіл қатпастан балаларының беттерінен сүйіп үйден шығып кетті. Құралай осы кезге дейін өз-өзін әрең ұстап отыр екен, еңіреп жылып жіберді. Енесін құшақтап алып, өкпе назын айтты. Анашым, не боп кетті? Барлығы жақсы еді ғой. Мен оны сүйемін ғой. Әлі де сүйемін. Енді мен оны ешқашан кешіре алмаймын. Енді бізде болашақ жоқ. Бәрі бітті деп етегі суға толды. Құралай жан ауру, жүректің қанжылауы, ішінің өртенуі, сатқындықтың салқыны, әділетсіздікті көріп, жаның күйген деген сөздердің мағынасын енді ғана жақсы түсініп, соны өз басынан кешіріп жатқанын түсінді. Барлық өмірі көз алдынан өтіп жатты. Ұйықтаса түсіне кірмеген еді бұл жағдай. Кім бірақ Арман бұлай басқа әйелге кетеді деп Құралай ешқашан ойламап еді. Өзегі өртеніп көзінің жасын тоқтаталар емес. Барлығы қызығатын үлгілі отбасы едік қой, менде оның барлық жағдайын жасадым ғой, қай жерден сонда қателестім деп өзін жегідей жей бастады. Бірінші бөлімнің соңы. Құрметті тыңдарман, келесі бөлімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Екінші бөлім жақын күндері шығатын болады. Біздің каналдың тыңдарманы болғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.